Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді Орео тортын дайындайтын боламыз. Шоколадный корждар мен Орео печеньесі қосылған креммен өте дәмді торт болады. Шоколадный бисквитті дайындау үшін бізге жұмыртқа, какао, кукурузный крахмал, қант және ұн қажет болады. Алдымен жұмыртқамызға шым тұз қосып, қант қосып, екеуін жақсылап 2 есе көтерілгенше ағарғанша миксерлейміз. Жұмыртқамыз көтерілгенше ұнға какао, крахмал, разрыхлителімізді салып, барлығын араластырып қоямыз. Жұмыртқа мен қант көтерілгеннен кейін жаңағы дайындап қойған құрғақ істемесімізді 3 бөліп, електен өткізіп қосамыз. Лопатканың көмегімен жақсылап төменнен жоғарыға қарай араластырып отырамыз. Массамызды басып алмауымыз керек. Мен 20 диаметрлік формаға фольга төсеп қойдым. Енді осыған тестімізді салып, 170 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Піскенде осылай шпажка тыққанда құрғақ болып шығады. Бисквитімізді осылай формасынан пышақтың көмегімен алып, решеткаға суытып қоямыз. Кремін жасау үшін Орео печеньесін 8-10 штук блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Крем үшін бізге творожный сыр, сливки және қант қажет болады. Алдымен творожный сыр мен қантты екеуін жақсылап миксерлеп аламыз біріккенше. Енді сливкиімізді қойып, жақсылап крем болғанша араластырамыз. Бізде осындай крем шықты. Енді азғантай бөлігін торттың сыртын қаптау үшін алып қаламыз. Қалаған бөлігіне жаңағы ұнтақтап алған Орео печеньемізді қосып араластырып қоямыз. Суыған бисквиттерімізді 3 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Тортымызды подложкаға жинап бастаймыз. Ол үшін алдымен кішкене крем жағып жіберемізді, коржымызды қойып, сыртынан кольцо кигізіп, тортымыз тегіс болып, түзу болып жиналу үшін кремімізді жағамыз. Одан кейін екінші коржды қойып, тағы да крем жағып, үшінші коржбен бетін жауып, холодильникке 8-10 сағатқа кремі сіңу үшін немесе бір түнге қойсаңыздар болады. Холодильниктен шыққан тортымыздың жан-жағын пышақтың көмегімен кольцосын алып тастаймыз. Енді алып қойған кремімізді жағып, тортымызды тегістеп шығамыз. Ганашқа шоколад пен сливкиді микроволновкада ертіп аламыз. Ертіп алғаннан кейін осылай араластырып қоямыз. Суығаннан кейін тортымызға жағамыз.
осымен тортымыз дайын. Торттың бетін өзіңіз қалауыңызша сәндейсіздер. Мен орео печеньесін кесіп жан-жағына қойып шықтым. Торт өте дәмді болып шығады, дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.